Мен Жалелова Гүлдара Мұратқызы. 2001 жылдың 25 сәуірінде дүниеге келдім. 2018-2022 жылдары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Малкиджар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтында білім алып, полиция қызметіне қадам бастым. 2022-2024 жылдары Қарағанды қаласындағы Болашақ академиясынан заң ғылымдарының магистрі дәрежесін алдым. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, Казталов аудандық полиция бөлімі, Жалпақтал полиция бөлімінің қоғамдық қауіпсіздік бөлімшесінің кәмелетке толмаған істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторымын. Полиция қызметкері болу бала күнгі арманым еді. Бүгінде сол арманым менің өмірлік жолыма айналды. Қоғам тыныштығы мен халық сенімін ақтау басты мақсатым. Заң қоғамның тірегі, тәртіп тыныштықтың кепілі. Полиция қызметкері ретінде менің міндетім осы екі ұстанымды сақтап, елге адал қызмет ету. Әр қадамымда әділдік, әр ісімде жауапкершілік болуға тиіс. Заң мен тәртіп бар жерде бейбіт өмір бар. Полиция қызметкері болу тек мамандық емес, үлкен жауапкершілік пен халыққа қызмет ету жолы. Қоғам қауіпсіздігі, әділдік пен тәртіп мен үшін жай сөз емес, өмірлік ұстаным. Адамдарға қорған болу, қиын сәтте қолдау көрсету осы жолды таңдауыма себеп болды. Мен өз мамандығыммен мақтанамын.